Сәлем достар, бүгін осындай тойбастар бомбонерканы шаблон жасап шығардым. Сіздерге көңіліңізден шығып жатыр ма? Комментарий жазып кетіңіз, ұнайды ма? Міндетті түрде маған подписка жасаңыз. Бұл шаблонның барлығы менің телеграм каналымда бар. Каналға қосылу үшін WhatsApp номерімді видеоның астына тастап кетемін. Соған хабарлассаңыз болады. Осылай міне үстіңгі беті осыны кесеміз, линия бойынша кесіп тастаймыз. Артығын кесіп болғаннан кейін міндетті түрде каркасын қазір істеуін көрсетемін. Оны міндетті түрде қараңыз, себебі бұл бомбонерка, бұл тойбастар ерекше. Сол үшін қарап алыңыз. Келесі біздің видео искусственный мехпен сәукеле жасайтын боламыз. Соны көру үшін маған подписка жасаңыз, ол тек қана менің подписчиктеріме көрінеді. Осылай міне каркасы қалады, каркасын айналасын қиып тастаймыз. Содан кейін линия бойынша майыстырамыз. Бұнда қағаз 200 грамм фото бумага глянец қолданып жатырмын. Линия бойынша тігінен көлдеңнен майыстырып шығамыз. Осылай майыстырып болғаннан кейін мына линия осындай каркас шығады бізде. Линияға дейін ғана қиямыз осылай. Екі шетінен де осылай линияға дейін қиып шығамыз. Ц-образный каркас шықты бізде. Клеймен жабыстырып жатырмын. Мен карандаш клеймен жабыстырып көріп жатырмын. Егер қаттырақ болсын десеңіз, егер сенімсіз болсаңыз, ыстық клеймен жабыстырыңыз. Конфеттеріңіз ауыр болса, түсіп кетпес үшін. Міне осылай тек қана екі шетін ғана жабыстырамыз. Екі жанын. Төбесі крышка болып есептеледі. Крышкасын жабыстырмайсыз. Тағы да екі шетін ғана жабыстырамыз, екі жанын. Осылай жабыстырғаннан кейін кітапшамызды жауып беріктеу жабылу үшін ішінен қолымызбен басып шығуға болады. Біздің тойбастар дайын болуға қалды. Бірақ егер сіз клиентіңіз осы тойбастардың жабылып, енді ашылмас үшін, мысалға осылай жабық тұрады, бірақ ашылмас үшін сіз дополнительно мына жерге крышкасына двухсторонний канцелярский скотч жабыстырып беруіңізге болады мынандай. Осылай крышкасына ғана тек қана жабыстырып бересіз. Содан кейін клиент бұл скотчты ашып, конфетті салғаннан кейін жауа қояды. Мен сонымен қатар өзімнің лайфхактарымды көрсетіп кеттім. Тойбастарды оңай жасау әдістері туралы лайфхак деп жазылып тұр. Бірақ олар тек қана менің подписчиктеріме көрінеді. Сол себепті маған тіркеліп, обновление жасасаңыз, ол видеолар сізде шығатын болады. Көргеніңізге рахмет.